мен Қазақстанның өте қорқынышты және де өте мистикалық жерлерімен бөлісетін боламын. Топ 4 Қазақстанның мистикалық жерлері. Ал кеттік. Көккөл Қазақстанның оңтүстігінде Жамбыл облысының Меркі ауданында орналасқан. Халық арасында Айдаһар көлі деп аталатын бұл жерді ғалымдар әлі күнге дейін толық зерттеп біткен жоқ. Көлдің аумағы мен тереңдігі туралы нақты деректер жоқ. Гидрологиялық зерттеулерге қарамастан ғалымдар оның түбін анықтай алмады. Көлге су құйылмайды да, ағып та шықпайды. Дегенмен ол таза және тыныш. Көккөл туралы көптеген аңыздар бар. Олардың бірінде адамдар өздерін тұншықтырған дауыстарды естідік деседі. Енді бірінде көлдің түбінде алып айдаһар өмір сүреді деп айтады. Олар судағы балықтардың, су ішуге келген құстар мен жануарлардың жоғалып кетуі көлдің түбіндегі тіршілік иесімен байланыстырып айтып жатыр. Сол жерде тұратын адамдар. Жергілікті тұрғындар бұл көлдің маңынан айналып өтуге тырысады. Себебі мұнда айдаһар өмір сүреді деп бұрыннан аңыз келе жатыр. Сол айдаһар судан былай қарай өткен кезде су шипалы суға айналады екен. Ал егер сен бір күні түнде немесе айдаһар жүзетін уақытта сен суға түсіп қалсаң, ол кезде сенің судан шығуың өте қиын болады. Өте қорқынышты, иә. Суға түскен кезде менде всегда сондай қорқыныш болатын. Как будто аяғыма біреу тиіп кететін, или сол суда қатты терең болса, бір қорқынышты су перісі деген сияқтыларды елестететін едім. Но айдаһар бар деп елестетпеппін. Келесі бізде Барса келмес аралы. Ата-әжелеріңізден естіген боларсыздар, және де көптеген осы арал жөнінде көптеген аңыздар бар. Ата-әжелеріңізден көп естіген боларсыздар, мысалға мен мамамнан көп естігенмін. Ал кеттік. Барса келмес арал теңізінің жағасында орналасқан атты айып тұрғындай бұл жер туралы 20 ғасырдың ортасында көп айтыла бастады. Ол адамдардың жиі жоғалып кетуімен және жануарлардың ерекше үйлесімділікте пайда болуымен танымал. Аңыздардың бірі Барса келместе уақыт басқаша ағады дейді. 1991 жылы Барса келмеске аттанған бір топ экспедиция жоғалып кетті. Барлық іздеу жұмыстарына қарамастан бірде-бір адам табылмады. 1993 жылы сол жерге барған бір топ адам кенеттен ақ тұманға тап болады. Бақытымызға орай барлығы аман қалды. Алайда саяхатшылардың айтуынша олар тұманда шамамен 20 минут қана болған. Ал оралған кезде оларды іздеп жүрген құтқарушыларды тауып таң қалды. Белгілі болғандай, туристер 20 минут емес 20 сағат жоғалып кеткен. Өте қорқынышты жер, иә. Мен тағы да бір аңыз естуім бойынша, ол жаққа біздің бұрынғы ата-бабамыз аңыз бойынша, настоящий шын өмірде болған деп айта алмаймын, бірақ аңыз бойынша біздің ата-бабаларымыз сол жаққа жазалау мақсатында адамдарды тастап кетіп отырған. Ол жақта жеуге ас болмағандықтан және су болмағандықтан адамдар тез қайтыс болады деп ойлап сонда тастап кеткен. Келесі бізде Аққұм қалқаны. Аққұм қалқаны Әнші тау деп те аталатын Алтын Емел ұлттық паркінде орналасқан. Ауданы 3 шаршы шақырымды құрайтын бұл жер Қазақстандағы ең мистикалық 3 орынның біріне кіреді. Еліміздің түкпір-түкпірінен жүздеген адамдар Әнші таудан шыққан дыбысты тыңдауға келеді. Қатты жел болған кезде таудың дыбысы бірнеше шақырымға дейін естіледі. Кейде айқай, кейде ақырған дыбыс болып ауа райына байланысты өзгеріп отырады. Жергілікті тұрғындар арасында ең таралған аңызға сәйкес, шайтанның өзі Құдайдың қаһарынан қорқып осы таудың астына тығылған деп айтады. Мә, саған шайтан тығылған дейді, сенесіздер ме? Мен үшін атының өзі қорқынышты. Мүмкін тығылған шығар, бірақ ол жерде әлі күнге дейін тығылып отыр деп ойламаймын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Комментарийға жазып кетіңіздер. Келесі бізде Өлікөл. Ал кеттік.
Өлікөл Алматы облысы Сапақ ауылының маңында Өлікөл деп аталатын жер бар. Бұл көлдің жұмбақ өмірі туралы әңгіме халық аңызына айналған. Өлікөлде ешқандай өсімдік өспейді, балық та жоқ. Тіпті көлдің жағасында ұшып жүретін масалар да көрінбейді. Ғалымдар бұл құбылысты су астынан улы газдың бөлінуімен байланыстырады. Су жаздың ыстығында жылжымайды және қыстың қақаған аязында қатпайды. Көптеген адамдар оларды магнит сияқты тартатын өлі көлге батып кетеді. Олардың барлығы дерлік жергілікті тұрғындардың әңгімелеріне сенбеген туристер. Ең қызығы өлі көлге батып кеткендер әдетте бірнеше күннен кейін су бетіне шықпай, толығымен су астында қалады. Сондай-ақ сүңгуірдің баллоны толы болса да, олар су астында 3 минут болғаннан кейін белгісіз себептермен тұншыға бастайды. Өте қорқынышты, ондай суға баруға адамдар қорқу керек деп ойлаймын. Мен мысалға ондай суға бармас едім, мүлдем. Денем түршігіп кетті ғой прям. Так, біздің топ 4 Қазақстанның қорқынышты жерлеріне арналған видеомыз аяқталды. Осы видеоға лайк басып, тіркеліп кет. Ары қарай осындай видеолар көргің келсе, колокольчикті басуды ұмытпа. Пока-пока.